Inspektörünüzde bilirse cidden tutayım ben. Tamam gelin. Başka da zatlar verelim degenleri bakın basa 7. mektep, 35. mektep, 77. mektepte. Жалпы өзімнің туыстарым жоқ екен Арыс қаласында, бірақ қолымызда істейтін коллективтегі біраз жігіттердің туысқандары бар екен. Жалпы жағдай қиын болып жатыр. Естуіміз бойынша кәсіпкер жігіттерге рахмет. Өздері осы нәрсені ұйымдастырып, газель жалдап, бағана ненің қандай продукты, ненің жетпей жатқанын бір-біріне хабарлап жатыр. Соны біз өзіміздің ойымызға бір бағанағы список алып, сол продуктілерді сатып алдық. Қазір Аллах нәсіп етсе орталық класстың алдында жиналып жатырық. Кішігірім жиналыс жасап, ары қарай кім қай жаққа барады, қалай поступать етеміз, соны шешеміз. Қандай бар активтердің Екеу әртүрлісіне жоқ. Базарда шлепки, жазғы аяқ киім алып жатыр едік. Мектептерге хабарластық. Осы гигиена мәселесі жағынан жетіспей жатыр екен, және киім жетіспей жатыр екен. Қазір базарға келіп, шлепки алып жатқан кезде, мияқтан қарындастар келіп көріп, сол бағана Арысқа көмектесіп жатсыздар ма деп біліп, қазір кетіп қалмаңыз, тоқтаңыз деп өздері де үлестерін қосып жатыр. Нәскелер беріп жіберемін дейді. Рахмет қарындасқа. Даже осы базарда тұрып, кішкене жас қыздардың өздері үлестерін қосып жатыр. Бұл не деген сөз? Осында кішкентай будка алып, арендовать етіп отырып, істеп жатқан адамдар көмектесіп жатса, енді бұл үлкен бизнесте жүрген көкелерімізге бұл енді масқаф дейді, точно көмектесу керек деген нәрсе да бұл негізі. Ел ретінде, ұлт ретінде өзімізді осындай жағдайда ауызбіршілігімізді көрсетпегенде енді қай жағдайда көрсетеміз деп ойлаймын. Жалпы осы Шымкенттің, Түркістан облысының кәсіпкерлері, азаматтары интернет желісінен байқасам белсенділік танытып жатыр. Аллаға шүкір. Бізде сол нәрседен шет қалмайық. Бізде өзіміздің елімізге, халқымызға қол ұшын берейік деп бізде атсалысып жатырық. Аллах нәсіп етсе, алда да әлде де шамамыз келгенше көмектесеміз деген ойдамын. Оған соң бір бұл көріп алса қайтсы керек сен білесің. Сондай паста шөпке сабын Суларындар керек алып қоя беріңіздер. Керек. Жаңғапай, енді біртіндеп. Өтсізда, паста өтсізда. Жаңғапай. Біз мына жақта жігіттер болып атсалысып жүрсек, қазір бізге хабар беріп жатыр. Біздің орталыққа қарама-қарсы мектеп бар. Сол мектепке қазір Арыстан 100 кісідей примерно келіпті. Еш нәрселері жоқ дейді бағанағы, тамағы да, басқасы да. Енді сол районның бағанағы кәсіпкерлері ретінде мектептегі келген халыққа көмектессек па деген ойдамыз. Қазір барамыз, көреміз бәрін өз көзімізбен, Құдай қаласа. Жасын алайын қойғаныңыздар, жаңа. Иә, біреу күшетті. Қазір мен жасып беремін. Өздеріңіз, сайлаңызда біреуді бір кісіні бізбен базарға баратын болсын оқысы. Сіздің істейіңізді, бірақ көзіңізді аласыз. Қарашы. Байқамайсың, сенен күтіп жүр. Тату-татты жылы көңіл. Байқамайсың, сенен күтіп жүр.
барамыз. Давай. Азиз, Сауран. Давайте кетіп тамақтасаймыз. Мейірімді қолыңда сос бейбіт өмір сүріп көр. Мейірімді өзіңе де өзгеге Киім алып отыр. көңіл бөл. Аяқ киім жоқтарға аяқ киім алып жатыр. Батареям отырып отыр мен. Өмір сүріп Достар, міне кеш болды. Бүгінгі күн жүгіру болды. Бірақ бүгінгі күнмен бітпейтін сияқты тірлік. Мұқтаждар өте көп. Жаңа мектептерге келіп жатыр, жаңа жерлерге жатып жатыр адамдар. Достар, біздің мақсат мақтану емес, бұны не істеп жатқанымыз көрсетуіміз. Жалпы сіздерді бұл іске шақырғымыз келіп жатыр. Бұл тірлік бір-екі күнмен бітпейтін сияқты, кемі бір аптаға созылатын сияқты. Сондықтан шығыңыздар, бізге қосылыңыздар, басқа да активистерге қосылып, ел боп, жұрт боп, халыққа көмектесейік.